Ой балам, келдің ба балам? Бүгінгі күнің қалай өтті? Жақсы өтті ма балам? Саған қалай болды балам? Мен тамақ, әдемілеп тамақ істеп балам. Сен баламның ше? Сондайына қой. Сен қазір киімді ауыстырып келіп ма жарайды? Екеуміз бірге тек тамақ жейміз, иә? Киім ауыстыра ғой, да? Анашым, мектебімізге хат берді. Ой, не деп жазыптың бәрін? Қан? Оқып көрейінші қан. Сен тамаша деп жазған шығар я балам я? Менің қуанышым ғой бұл қуанышым. Қан, қан? Бір көрейінші қан. Хатты оқып жатқан анасы кенеттен мұңайып, жүзіне хатты қойып, көзіне жас алады. Оны көрген баласы не болғанын түсінбей, анамды ренжітіп қойдым ба? Хатта не жазған екен деп анасына үрейлене қарайды. Оны байқаған анасы бір сәтке кідіріп, өз-өзін қолға алып, баласына күлімсіреп, ерекше мейіріммен қарайды. Балам, қарашы мұғалімің саған. Мақтап жетті, қарашы балам. Балам, хатты оқып берейін ба саған? Не деп жазғанын? Анашым, мен қандай боламын? Жақсы. Ол сені қателесіп жемейді, балам. Сен бұзықтық жасамапсың, қарашы балам. Мен сенің әрбір ісіңе істеймін. Мен мақтанамын. Қарашы балам, мынаны саған жазып жібердім. Бұл жерге деп жазыпты. Жоқ балам. Қарашы балам. Жақсылап қарашы балам. Бұл жерде хатты мен оқыған сайын сенің әрбір қылығыңа қызығамын. Әрбір қылығыңды сүйсініп қараймын балам. Сені мақтан тұтам балам. Қарашы мен қара. Не деп жазғанын оқып берейін ба балам? Білесің ба? Мұғалімім айтты саған. Бұл бала біздегі ең керемет бала. Ең дарынды бала деп жазыпты балам. Білесің ба? Сабағың өте жақсы екен балам. Өте жақсы екен сабақ. Қарашы мен дауыстап оқып берейін, иә? Апайың жазған ем? Тыңдайсың ба жазған ем? Қан, тыңдаймашы қан. Сіздің талантты да дарынды балаңызға. Біздің мектеп кішкентайлық етеді. Балаңыз өте ақылды. Болғандықтан әрі қарай үйде оқығаныңыз үшін деп жазды. Қарашы қан. Мектеп кішкентайлық етеді екен, иә? Менің жүрегім кең ғой балам. Қарашы кішкентай кезінде сұрайтын ем ғой. Анашым, анау неге мынандай? Анашым, анау неге бұндай? Мен ғой екеуміз бірге сол сұрақтардың жауабын табатын едік, иә? Иә, балам, иә? Сол сұрақтардың жауабын бірге табатын едік. Көптеген кітаптарды қарап оқитын едік, балам. Білесің ба? Сол көптеген кітаптарды оқып, үлкен белестерге жетеміз. Мен жұмыстан ертерек келген едім бүгін, саған тамағын дайындап ішіп. Енді екеуміз бірге дайындаламыз. Екеуміз бірге көптеген кітаптарды оқимыз. Білімімізді асырамыз. Үлкен белестерге жетеміз балам. Қандай қиын болса да, үлкен белестерге жетеміз. Қаншама